кәсіби бағдар беру, болашақ мамандығына баулу тақырыбынан бастасақ. 80% мамандық ата-ананың ықпалымен немесе ата-ана тарапынан таңдалады екен. 8 рет тапсыру мүмкіндігіне ие болып отыр бала. Минималды балл өткен жыл 2023 жылы математика мұғалімдерін даярлау бағытына грантқа түскен минималды балл 125. Қанша грант бөлінген? 75 шекті балл. 75-тен төмен алған талапкер тіпті ақылы бөлімде де оқи алмайды. ОБТ-да ең көп екі нәрсе сынға алынды. Ресми тартылып алынған тыйым салынған заттың саны 128 мың. Сапасыз мамандардың шығатыны сол ғой. Тестілеудің жүйесіне кіріп, соны бұзып, сол жерде отырған балаға көмектеседі. 153 талапкердің нәтижесі жойылды қыркүйекте. Басқа жол іздейтіндер әлі де бар ғой. 1,5-2-ге дейін шығатын кездер бар. Өңірлерге байланысты. Миллион. Иә. Сес көрсету болды. Солай де. Солай. Солай ма? Солай де. Айтшы. Солай. Ассалаумағалейкум. Ат жөнім Медет Жанзығытты. Солай YouTube арнасының алғашқы эфиріне ұлттық тестілеу орталығының бұрынғы директоры, қазіргі уақытта ғылым және жоғары білім министрінің кеңесшісі қызметін атқарып жүрген, жалпы осы саладағы ең мықты сарапшылардың бірі Руслан Емелбаев мырзаны шақырған едік. Руслан, қош келдіңіз. Көргеніңізге қуаныштымын. Ең алдымен жалпы мынау балаларға, мектеп оқушыларына кәсіби бағдар беру, болашақ мамандығына баулу тақырыбынан бастасақ. Жалпы мектептерде осынау профориентациялық жұмыстар жүргізіле ме? Қай сыныптан бастап жүргізіледі? Бұл өте соңғы кезде, Медетжан мырза, өзекті мәселе болып тұр ғой, біздің қоғамда жалпы көкейкесті мәселе болып тұр. Бұның бірнеше маңызды себебі бар. Президент өзінің халыққа жолдауында 2019 жылғы, соны 2021 жылы айтқан болатын, негізі ерте кәсіби бағдарлау басталу керек. Және бізде жалпы түлектер саналы түрде болашақ мамандығын таңдау керек деп. Неге бұл айтылып жатыр? Неге бұл мәселе өзекті болып тұр? Себебі әрине бізде қазіргі Қазақстандағы жалпы жүйеде жоғарғы оқу орнына түсудің ең негізгі жолы бұл УБТ. Бірақ УБТ-ның өзіндік бір даму тарихы бар. Ең алғаш рет кешенді тестілеу 1999 жылы енгізілді. УБТ-ның міне биыл 20 жылдығы, 2004 жыл ғой, ең алғаш рет УБТ деген осы атау пайда болып тапсырылған болатын. Бірақ ол кездегі УБТ мен қазіргі УБТ-ның арасында жер мен көктей болмаса да, бірақ үлкен бір айырмашылық бар. Енді бірақ бұл жерде мынандай бір маңызды бір мәселе бар. Әр істің өзінің уақытында атқаратын маңызды бір миссиясы бар. Сол кездегі УБТ бұл миссиясын атқарды толығымен. Қандай? Ол кезде ауылдың баласы, ол кезде әлеуметтік экономикалық жағдай бәрін ескерсек, ауылдың баласы өзінің ауданынан шықпай, емтихан тапсырып, сол емтиханның нәтижесімен жоғарғы оқу орнына түсу мүмкіндігіне ие болды. То есть қаланың бетін көрмей, өз ауданында тапсырып. Енді қазіргі кезде, егер бұрынғы кезде ұлттық тестілеу орталығында 154 жоқ бөлімшесі болса, қазіргі кезде 40 қана бар. Тек қана облыс орталықтарында, сонымен қатар моноқалаларда және ірі аудан орталықтарында ғана қалып отыр. 40-қа жоқ, сонда қарасаң 4 есе азайып отыр. Қазіргі кезде ОБТ-ны тапсырушы міндетті түрде жаңа орталықтарға бару керек. Бірақ ол кездегі мәселе не еді? Жалпы мен айтамын, ОБТ-ның тарихында 2 маңызды жыл бар реформа. Бұның бірінші 2017 жыл, екіншісі 2021. 2017 жыл не болды? Жаңа тікелей кәсіби бағдарламаға қатысты содан кейін айтып отырмын. 2017 жылға дейін ОБТ бізде тек қана жоғарғы оқу орнына түсу емтиханы болған жоқ. Ол қорытынды аттестаттау, яғни мемлекеттік емтихан қызметінде атқарды. 11 жылдық баланы мектепте оқыған соңғы нүкте бағасы ОБТ бойынша қойылады. Және алтын белгісінде ерекше аттестатта бәрі осы алқа алынады. Одан да бұл жерде көкейкесті болған бір мәселе рейтинг мәселесі. Мектептер арасындағы рейтинг, есіңізде ме? Аудан арасында, облыстар арасында жарыс. Бұл көптеген, былайша айтқанда, өкінішке қарай тәуекелдерге баруға жол ашты. Көптеген. Сондықтан жаңа балаларда тек қана бір рет қана тапсыру болатын. Тапсырса тапсырды, тапсырмаса болды. Мысалы, бала өмір бойы 11 сынып бойы 5-ке оқып келе жатқан бала, ол кезде мына алтын белгілердің бір статистикасы бар. 2016 жылы ОБТ-ның нәтижесі бойынша алтын белгі берілген кезде күрт түсіп кетті ме? 487 ма, яғни 500-ге жуық алтын белгі үміткеріне алтын белгісін дәлелдеу үшін 1 балл ғана жетпеген екен. Ол көбінесе
2 пән Қазақстан тарихынан басым бөлігі және математикадан. Ол кезде 25 сұрақ еді, есіңізде болса. Қазақстан тарихынан 21 алу керек 5 болу үшін, математикадан 20 алу керек 25-тен. Сонда 1 балл жетпейді. 1 балл жетпеуіне байланысты баланың 11 жылдық бір өмірі, тағдыры психологиялық жағынан қандай үлкен соққы болды. Сондықтан 2017 жылы өте маңызды бір реформа жасалынды. УБТ мектеп қабырғасында өтетін мемлекеттік емтиханнан ажыратылды. Енді рейтинг жоқ. Соңғы кездерде байқасаңыз, ұлттық тестілеу орталық тарапынан да, министрлік тарапынан да, аудандар арасындағы, облыстар арасындағы ешқандай рейтинг шықпайды. Себебі УБТ-ға қазір бала өзі тіркеледі. Тапсыратын күнін, уақытын бәрін өзі таңдайды. Бұл өте маңызды бір реформа. Екіншісі 2021 жыл компьютерлік форматқа өткен кезде мына ашықтық алып келді. Енді мен жаңа профориентация қандай қатысы бар деп отырсыз ғой. Өкінішке қарай мына сол УБТ әрі баланың мектептегі тағдырын, әрі қайда баратынын шешкен кезде және рейтинг болған кезде, әртүрлі тәуекелдерге барлығында кәсіби бағдарлау бізде әлсіреп қалды. Неге? Себебі 9 сыныптан кейін, 10 сыныптан кейін кейбір балаларды ерікті мәжбүрлі түрде, яғни мектептің рейтингін түсіретін балалар не істеді? Ата-аналарынан қолхат жаздырып алып колледждерге жіберілді. Одан да әлсіз болып тұрған колледждердің жағдайы одан сайын мүшкіл болып кетті. Ойласаңызшы, 2 мен 3-ке оқитын мектептің рейтингін бұзатын балалардың барлығы барды колледждер толтырып тастады. Бұл бірінші айтқанда біздің колледждерге үлкен соққы болды. Екіншіден, балаға біз таңдау мүмкіндігінен айырып тастадық. Яғни баланың қабілеті, ол мамандықты оқи аламы, оқи алмау деген жоқ. Нақты бар, мысалы, кейбір балалар болады ғой. Мысалы, техникалық мамандыққа барғысы келеді, физика. Бірақ өте аласың. Бірақ оған кім мектеп айтады, жоқ, сен ағылшын тілін тапсыр, сен ағылшын тілінен жақсы, одан жоғары балл аласың деген сияқты. Осындай мәселелер біраз кәсіби бағдар беруге өте үлкен соқ жасады. Екінші маңызды мәселе, ол кезде енді мына кәсіби бағдар беруге жауапты ол кезде мамандар болды, көбінесе олар директордың орынбасарлары болатын. Олардың қызметі 2 нәрсемен ғана шектеліп қалды. Қандай нәрсе? Байқау сынақтарын өткізу және балаларды УБТ-ға апару. Сондықтан бұл өте үшінші маңызды мәселе. Бұл жерде біздің көп эксперттер айтатын, біздің талапкерлердің басым бөлігінің алдына қойып отырған ең басты мақсаты мамандық емес, грант. Қай жерге өте аламын, қай жерге өте аламын. Бұл жерде мәселе не жатыр? Бұл жерде негізде кез келген мәселе ол тек қана бір тарапты болмайды. Бұл жерде ата-ана ортаға шығады. Себебі 11-ші сыныпқа келгенде басым бөлік ата-аналардың балаларына қоятын негізі мақсаттың бірі не дейді? Балам, сен биыл грантқа түсуің керек дейді. Мамандық жоқ. Грант деген бала да түсінеді ғой. Мен айтады, грантқа түсу керек. Грантқа түсудің ең оңай жолы не? Математика мен физиканы таңдау. Біз қазір айтамыз ғой, мысалы, жыл сайын математика мен физиканы таңдайтын талапкерлер 2023 жылға дейін жалпы УБТ тапсыратын талапкерлердің 30% математика мен физиканы таңдап келді. Неге 23-ге дейін деп отырмын? Себебі 23 жылы мына IT бағытына баратын балалар, олар математика, информатика тапсыратын болып өзгерді. Соған байланысты қазір математика мен физиканы тапсыратын балалар шамамен орта есеппен 18,9 ба солай құрап отыр, 19%-ын құрап отыр. Соның өзінде де көш бастапты математика физика. Бірақ ол жерде де математика мен физиканы таңдаған жаңа 19% балалардың барлығы олар техникалық мамандыққа барам деп отырған жоқ. Олардың мақсаты грант. Өте төмен балмен грантқа түсіп кететіндер бар. Сондықтан бұл жерде өте күрделі мәселе, жаңа айтқандай. Сондықтан жаңада айтты ғой, президент өзінің жолдауында да бұны ескеріліп айтып жатса, қазіргі кезде оқу ағарту министрлігі тарапынан да мына кәсіби педагог профориентатор деген мектептерге қазір штатына енгізіліп жатыр. Бұл енді барлық мектептерде жоқ, қазір қолға алынып жатқан мәселе. Бұл да талқыланып жатыр. Штатқа кәдімгідей профориентатор педагог енгізу, маман енгізіледі. Ол нешінші сыныптан бастайды? Негізі енді түсінікті, 1-ші сыныптан бастап негізі бағдарлау керек. 1-ші сыныптан бастап. Бірақ қазір қалай? Бізде 9-ші сыныптан кейін ғана ойлана бастайды, оның бірде. УБТ-ге жақында ғана ойланамыз. Колледжге кетерде ғана ойланамыз. Бұл жерде маңызды бір мәселе бар. Негізінде қазіргі оқу ағарту министрлігінде жалпы біртұтас тәрбие деген бір концепциясы бар. Соның ішінде осы кәсіби бағдарлауды да енгізіліп отыр. Ол жерде жаңа 1-ші сыныптан бастап балаға осы бір бағыт беру. Бірақ негізгі жаңағы баланың диагностикасын жасау,
одан кейін оның келешегін нақты сызып беру ол негізі 7-ші сыныптан басталады. Иә. Неге? Себебі қарасаңыз бізде мынау дарынды мектептер бар ғой. Назарбаев зияткерлік мектептері болсын, білім инновация лицейлері болсын, барлығы қабылдау емтихандары 7-ші сыныпта. Иә. Тоже баланың логикамен қабілетін анықтайды. Қалыптасу несі, соптен негізі 7-ші сыныпта басталған дұрыс, диагностиканың өткізілуі. Бірақ енді біздің қазіргі кезде Қазақстанда біз айтып жатырмыз, тым болмағанда қазіргі кезде шұғыл әрекеттер жасалынып, себебі біз өңірлерге жасаған сапарлар барысында мынау жоғарғы оқу орындарының базасында қазір профориентатор сол педагогтермен де жиналыс өткізіп жатырмыз. Оларға қазір біріншіден толығымен қазір енді бұл бағытта Алтынсарин академиясымен өткен аптада диалог алаңын өткіздік. Ол жерде де бұл қолға алынып жатыр, штатқа олар толыққанды маман ретінде енгізу. Екінші маңызды мәселе олардың қолдарына құрал беру керек. Иә, ол процесс қалай өтеді? Ол тестілеу бола ма, жазбаша ала ма, сұрай ма? Ол енді ол кешенді ғой. Қараңыз, ол жерде маңызды болған нәрсе біріншіден профориентатор адамды оқыту керек. Ол немен айналысады? Ол бір. Екіншіден оның қолына материалдар берілу керек. Одан кейін кез келген профориентацияда білесіз бір тест маңызды. Yani баланың жаңа біз айтып отырмыз ғой қабілет. Ол қазіргі кезде мысалы MEPP деген тест бар, Галлап деген тест бар. Мысалы Галлап тест 15 жастан бастап алынады негізі. Ол қазір Галлап Junior дегенде бір форматын шығара бастады. Бұндай тесттер көп. Әсіресе мынау жеке меншік нарықта өте көп. Әсіресе шетелге барып оқуға түсетін балаларға бұндай нелер жүргізеді. Енді қазіргі кезде министрліктердің, екі министрліктің, оқу ағарту министрлігінің, жоғары ғылым және жоғары білім министрлігі алдына қойып отырмыз, соның бір стандарттарын белгілеу, жүйелеп. Сондықтан бұл жерде өте жаңағыдай айтып отырғандай бір профориентатор дайындау мәселесі, материал беру мәселесі және оларға белгілі бір құрал. Тесттен мысалы белгілі бір стандарт алып келсе, өте қуантарлық жағдай. Мына биылғы жылы біздің ұлттық академия, Алтынсарин академиясында кәсіби бағдар беру орталығы ашылып отыр. Бірінші рет бұл орталық ашылды. Және мына өңірлердегі әдістемелік орталықтар бар ғой. Соларда бір маман әр өңірге қазіргі кезде белгіленіп отыр. Демек бұл қадамдар басталды. Ең маңыздысы бұның ары қарай жалғасып дамуы өте маңызды. Бұл енді іске асқанша біраз уақыт кетеді. Оған дейін қалай болады? Өте орынды мәселе айттыңыз. Өткен апта жаңа айттым ғой, Алтынсарин академиясына жоғарғы оқу орындарының өкілдері, екі министрліктің өкілдері осыған байланысты кездесу өткізілді. Себебі білесіз, кез келген министрліктің деңгейінде болған құжаттар, олар белгілі бір нормативтің өзінің бір бекітілу ережесі бар. Ол 1 жылға созылып кетуі мүмкін, кейбір жағдайда 2 жылға созылып кетуі мүмкін. Сондықтан ол жерде шешімдер қабылданды. Тез арада жұмыс тобы құрылып, сол қазіргі кезде жұмыс істеп жатқан педагог профориентаторларға материалдарды беру, оны бекітіліп, шұғыл түрде сонда материалдар беріледі және оларға енді бұл жұмыс мына жаз бойы істелініп, келесі оқу жылы басталғанда мамандарға қолдарына анықтама ретінде не берілетін болады. Бір жағынан бұл мәселенің соңғы жылдары мысалы кәсіби профориентация мәселесінің талқылануы, бұл бір жағынан бірақ қоғамның оянуының бір белгісі. Егер осы уақытта тек қана грант маңызды болса, есіңізде болса, бұрындары кезде диплом маңызды еді ғой. Дипломда ол қай мамандықты оқыды, ол қай университетте маңызды емес, айту. Ең маңызды диплом болса керек, жақсы, егер ол қызыл диплом болса, одан да жақсы деген сияқты. Сондықтан бұл жерде қоғамда бір ояну бар, бірақ бізде профориентацияның ең үлкен бір қателігі бар, білесіз бе? Біз көбінесе жұмысты баламен жүргіземіз. Бірақ таңдау балада емес. Ата-анада. Сондықтан негізгі жұмыс баламен қатар ата-анамен де жүргізілу керек. Себебі жалпы Қазақстанда өткенде бұны жаңа Алтынсарин академиясында да еттік, біздің бір-екі эксперттің айтуы бойынша Қазақстанда мен бұрындары 60-70 болатын. Өткен апта Алтынсарин академиясында оларда бір зерттеу жүргізген 80% мамандық ата-ананың ықпалымен немесе ата-ана тарапынан таңдалады екен. Мен де естіген кезде соны. Сондықтан бұл жерде өте маңыздысы ата-анамен де жұмыс міндетті түрде жүргізілу керек. Бұл енді әрине өте үлкен бір кешенді бір не. Бұл жерде былай айтуға болмайды. Бізде мүлдем профориентация болған, кеңес одағы кезінде де бір кәсіби бағдарлау болды ғой. Ол жерде әркім жоғарғы оқу орнына түсе бермейтін. Мысалы жоғарғы оқу орнына түсетін балалар белгілі. Одан кейін жаңа СПТУ-ға баратын, техникумға баратын. Мақсатты түрде жіберетін. Енді қазіргі кезде бұл да шында да қолға алынып жатыр, себебі бұл өзекті мәселе. Мына жаңа айтып отырмыз ғой, мысалы математика мен физиканы таңдаған балалардың басым бөлігінің үлгерімі нашар балалар.
біраз неге жаңа айтып отырмын, неге таңдайды? Себебі мысалы ұбт-да максималды балл 140 болса, шекті балл 50 ғой. Сол 50 баллмен түсіп кететін мамандықтар бір бізде. Ол техникалық мамандықтар, инженерлік мамандықтар. Өте жауапкершілік. Бірақ бұл жерде ұмытпауымыз керек болған маңызды бір мәселе бар. Кейбір техникалық мамандықтарға түсу оңай, бірақ оқу қиын. Яғни мектептің бағдарламасын меңгере алмаған бір оқушы қалай университетке барып ол жаңағы жоғары математиканы, кейбір арнайы техникалық пәндерді алып, одан алып кету өте қиын. Содан бізден сапасыз мамандардың шығатын сол ғой. Яғни қай жерде грант бар сол жерге түседі, ертең жұмыс таба алмайды, басқа салаға кетеді деген сияқты. Бұл жерде өте маңызды тағы да бір реформаны ерекше атап өтуге болады. Бұл жалпы педагогикалық мамандықтарды мен ерекше атап өткім келеді. Бұл бір өте маңызды. Бұл енді мемлекет басшысының да қолдауымен ғой. Біріншіден, мысалы бір нәрсені айта кетсек, 90-шы жылдар, 2000-ші жылдардан бастарында, даже бердің бір 10 жылға дейін неде педагогикалық мамандықтар қалдық принцип бойынша таңдалған болатын. Біздің кездер ғой, мұғалімдікке ешкім барғысы келмейтін. Кездейсоқ түсіп кететін адамдар болатын. Инженер болғысы келеді, физиканы тапсырады. Инженерге түсе алмаса түк етпейді, физика пәні мұғалім болса. Жаңағы заңгер, юрист ол кезде деген керемет еді ғой, юриспруденция деген. Соған түсе алмайды, түк етпейді, тарих пәні мұғалім бола салған деген сияқты. Бірақ соңғы кезде мен өткенде талап деген зерттеу орталығы бар, Рахым Ошақбаевтың. Сол кісінің 2018 жылғы бір аналитикалық отчетін, есептін тауып алдым. Сонда ол кісі айтады, педагогикалық мамандықтарға түсіп жатқан балалардың деңгейі өте төмен дейді. Мысалы математика, физика 50-55 балмен грантқа түсіп жатқан балалар бар екен. Ол кезде 125 сұрақ қой. Енді қазір қарасаң, мен соңғы мына жаңа айттық қой, мемлекет басшысының қолдауымен педагог статусының бекітілуі, одан кейін олардың жалақысын өсуі, шәкіртақысын өсуі, әрине білім саласы деген өте күрделі бір сала ғой, әлі істейтін жұмыстар көп. Бірақ осы маңызды қадамдардың өзі педагогикалық мамандыққа жастардың бет бұруына үлкен септігін тигізді. Мысалы 2023 жылы 94 мыңға жуық талапкер грант конкурсына құжат тапсырған. То есть ұбт аяқталған, одан кейін шілденің 13 мен 20 аралығында грант конкурсына құжат тапсырады. 94 мың талапкердің 23 мыңы педагогикалық мамандыққа тапсырған екен. То есть әр 4-ші талапкер педагогикалық мамандыққа тапсырған. Бұл бір. Екіншісі, ең жоғары конкурстардың бірі математика мұғалімдігіне. Минималды балл өткен жыл 2023 жылы математика мұғалімдігін даярлау бағытына грантқа түскен минималды балл 125. Қандай керемет деймін. Сонда 124 алған бала математика мұғалімдігі грантқа түспей қалған жалпы конкурспен. Шет тілі мұғалім, ағылшын тілі 123. Бұл қашанда соңғы 1-2 жылда, е? Міне, өткен жыл 2023 жылы. Яғни бір 4-5 жылда олар маман болып келеді. 4-5 жылда келеді. Бұнда да маңызды бір тағы бір реформа министрлік тарапынан жақсы қадам жасалған. Бұл педагогикалық мамандыққа шекті балын көтеріп тастады ғой. Мысалы, қазіргі кезде 140-тан 75 шекті бал. 75-тен төмен алған талапкер тіпті ақылы бөлімде де оқи алмайды. Бұрын қандай? Бұрын 40. Бұрын 50 болды. 50-ден жоғары алдым ба, 51 алдым ба, барып платно оқи беретін бала. Бұл керемет бір реформа да. Шынында да қазіргі кезде соптен қазіргі мына оқып жатқан, 2-ші курста оқып жатқан, 3-ші курста оқып жатқан талапкерлер, даже 4-ші биыл бітіретін балалар, олар бастап кезде бұл шекті балл 70-ге көтерілді, кейін 75-ге көтерілді. Бұлар сол шекті балды көтерілгеннен кейін жоғарғы оқу орнына түскен. Міне алғашқы қарлығаштар дейміз ғой сол шекті балды. Міне биыл жоғарғы оқу орындарынан түлеп шайын деп отыр. Яғни болашақта сапалы мұғалімдердің қатары артады. Әрине бұл конкуренция ғой жоғары. Солай де. Солай. Енді мектептерде дәл қазіргі уақытта естуімше 11-ші класста сол ұбт-ға дайындалады балалар. Кейбір пәндерді оқымайды деп жатады. Тек қана ұбт-ның пәндерін оқиды деп. Ол қаншалықты дұрыс? Өте күрделі бір сұрақ негізі. Бәр мектепте емес, кейбір мектептер әсіресе соңғы кезде жекеменшік мектептер көп ашылып кетті, хай-скулдар. Қазіргі кезде жалпы біздің елде мектеп жетіспеушілігі бар. Әсіресе біздің ірі қалаларда республикалық маңызы бар Шымкент болсын, Астана болсын, Алматы, одан кейін оңтүстік өңірлерде әрине хай-скул деп қазір 10-11 мына
жан басына қаржыландырумен енді бұның да маңызды бір мәселесі бар, екі жақты қарау керек болған. Әрине кейбір кезде біреулер айтады, ол да дұрыс шығар, олардың тек қана сол ұбт, себебі олардың алдында тұрған ең маңызды мәселе ұбт ғой. Бірақ бұл жерде бір мәселені ескеру керек бізде ұлттық тестілеу орталық тарапынан ұбт-ның сұрақтары мектеп бағдарламасының және мектеп оқулықтарының негізіне дайындалады. Мектеп бағдарламасынан тыс сұрақ ұбт-да құрастырылмайды. Және көп жағдайда келетін сұрақтардың бірі мына ғой, ұбт-ның сұрақтарын кімдер құрастырады деген. Жалпы халықта мынандай бір қоғамда мынандай бір пікір қалыптасқан, ұбт-ның сұрақтарын жаңа профессорлар, докторлар өте қиын деп, олай емес. ұбт-ның сұрақтарын құрастыру ол өзі бірнеше этаптан өтеді. Бірінші сұрақтың құрастырылуы бар. Құрастырудан кейін оны екі экспертизадан өтеді және екі түзетуден, корректировкадан өтеді. Одан кейін апробациядан өтеді. Одан кейін ғана барып сұрақ базаға енгізіледі. Сондықтан бұл жерде ұбт сұрақтың құрастыратын мамандардың 80% орта білім беру мектептерінде сабақ беріп жүрген практик мұғалімдер. Бұл жерде бала ұбт-ға дайындалды дегенде, бала ұбт-ға дайындалғанда ол мектеп бағдарламасынан тыс шықпайды. Соны айтқым келіп отыр. Ол да сол мектептің бағдарламасының шеңберінде және мектеп оқулықтарының негізінде дайындалады. Енді әрине жаңағы мәселеде бұл жерде жаңа жекеменшік мектепке беріп жатқан бұл енді ата-ананың таңдауы ғой. Ол жерде біз ешкімге тосқауыл қоя алмайсыз. Бірақ бір нәрсені жаңа айтқым келеді. Мына ұбт да соңғы жылдары маңызды бір қадамдарын істелгені, енді бұл жүйе ғой. Мен әрқашанда айтам, бізде ұбт-да ең көп екі нәрсе сынға алынды, Медеша мырза. Жалпы ұбт-ның тарихында біріншісі бұл академиялық адалдық мәселесі, ашықтық. Екіншісі сұрақтардың сапасы. Есіңізде ме, Шыңғыс ханның атының тісі деген бір сұрақ болды. Ол сұрақ ешқашан болмаған негізінде. Ол ешқашан ондай сұрақ болмаған. Ол былайша айтқанда фейк деген термин пайда болмай тұрып, сондай бір фейк пайда болған ғой Қазақстанда. Ол 2002-2003 жылдары пайда болған бір ақпарат. Негізінде ондай сұрақ базада ешқашан болмады. Бірақ жаттауға, фактологияға негізделген сұрақтар болды ма? Болды. Бірақ бұл жерде бір мәселені айту керек. Біз енді көбінесе шетелмен салыстырып жатамыз ғой. Мысалы айтамыз, SAT бар, IELTS бар, TOEFL. Мысалы SAT, SAT, Американың емтиханы дейміз. Оның негізінде сұрақтары дайындаумен ұйымдастырумен айналысатын ол жеке компания негізінде, College Board деген. Ол компания 20 ғасырдың басында пайда болған. Біз өткен жылы ғана бүкіл мына кинотеатрларда ерекше бір халық тарапынан ықыласына ие болған, қабылданған Оян қазақ деген, енді сол 20 ғасырдың басы ғой енді. Бізге ендіген ағарту саласын етіп шыққанда Америкада осы SAT-дің негізі қаланып бағалаудың жүйесін. Мен айтайын деген, арада қанша бір не бар. Әрине бұл тестология деген өте үлкен күрделі бір сала. Өте үлкен. Ол кейбір адамдар ойлайды, ол сұрақты алып құрастыра салу оңай деп. Ол емес, ол сұрақтың мысалы жаңағы валидность дейді. Оның жарамдылығы, оның қиындық деңгейі, оның бәрі өлшену керек. Әрбір жаңа жауап беру несі дистрактор деп аталады. Ол балама деген жауапты білдіреді. Біз негізінде қарапайым тілмен айта береміз, дұрыс жауап және дұрыс емес жауап дейміз. Негізінде дұрыс емес жауап деп айту тестологияда дұрыс емес. Ол жерде негізінде олар ұқсас жауап. Дистрактор деген сөздің мағынасы балама ұқсас дұрыс. Ол жерде осының бәрін ескеріп отырмын. Сондықтан бұл жерде де өте ұлттық тестілеу орталығы дамып келе жатыр. Жылдан жылға. Бұл жерде Құдай сақтасын, мен былай айтқымыз келіп отырған, ойбай бұрындары сұрақтың бәрі қате еді. Қазір кетті, дұрысталып кетті емес. Бұл үлкен бір процесс. Себебі ұлттық тестілеу орталығының басшылары ауысқанмен ол жерде жұмыс істеп жатқан қызметкер ауысып жатқан жоқ. Сол басқарма басшылары өздерінің жұмыстарын жалғасып жатыр. Сондықтан бірақ нетілді, мына биылғы жылы өте маңызды мына дүниежүзілік банктың жобасы аясында мысалы 350 маман оқытылды. Шетелдік тағылымдамадан өтті, оқытылды. Онда олар да өздерінің былайша айтқанда нелерін
мына сұрақтардың сапасын жақсаруына өз үлесін қосады. Рустам, осы жерде бір сұрай кетсем, жаңа айтып отырсыз ғой, халықаралық тест жүйелері енді бұрыннан бар, сапасы жақсы деп. Саясат Нұрбек мырза кезінде айтып еді, осы біздің тестілеу жүйесін, ұлттық бірыңғай тестілеу жүйесін сол халықаралық тілдік, IELTS, TOEFL сияқты тілдік жүйелердің емтиханына сәйкестендіреміз, немесе сол сияқты болу мүмкін деген еді. Қашан жүзеге асу? Бұл жерде бірнеше маңызды фактор бар. Енді ол жерде министрдің баста айтқысы келгені, бізде қазіргі кезде бала ұбт-ны 5 рет тапсыра алады. Иә. Оның 3-і ақылы. Және ол мына қаңтар, наурыз және тамыз ұбт-ның сертификаты, ол тек ақылы бөлімде оқуға ғана жарамды. Қалай болмасын, қоғамның ерекше назары жаздағы ұбт-да. Міне 16 мамырда басталды, 5 шілдеге дейін жалғасатын. Енді биыл 6 облыста төтенше жағдай енгізуіне байланысты, сол 6 облыста ұбт 5 шілдеге емес 12 шілдеге дейін ұзартылды. Негізі қоғамның назары осында. Тіпті маған балалардың айтқаны ұнайды. Олар мына қаңтар, наурыз ұбт-ны пробный деп атайды балалар. Ал мына жазда өтетін мына екі мүмкіндік бар ғой, жаңа сертификаты, грант конкурс, олар оны шынайы ұбт дейді, настоящий енді дейді. Сонымен кейбірде олармен кездескенде қалжыңдаймын, сонда анау қаңтар мен наурыз фейк болғаны ма деген. Олардың сөздерінің жаны бар. Неге? Себебі мына жаздағы ұбт-ның сертификатының маңыздылығы өте жоғары. Себебі ол грант конкурсында жарайды. Министрдің айтып отырған ол жердегі мәселесі, IELTS-ты сіз кез келген уақытта өзіңіз таңдап тапсыра бересіз. Сізді қаңтармен, наурызбен, жазбен шектемейді. Осыны оқысы негізгі бірінші кезде көздеп отырған мақсат осы. Сондай бір жүйе келсе, ол үшін біріншіден бірнеше фактор бар. Бұл үшін тестілеу орталықтары толыққанды. Мысалы қазіргі кезде мынау жекеменшік мемлекеттік серіктестіктің негізінде жеке компанияның базасын өткізіп жатыр. Ол жердегі компьютерлер олай бір жыл бойы үздіксіз өту үшін жетпейді. Ол жерде 5500-ге жуық, 6000-ға жуық компьютер бар. Екіншіден, ол жерде IELTS, TOEFL дегенде мына мультимедиалық сұрақтар дейміз. Ол негізінде министрлік тарапынан ұбт-ға жоспарланып отырған. Мына 2024 жылы сәйкестендіру сұрақтар енгізілді. Жаңа форматта сұрақтар. Тек қана тест емес. Олардың толыққан негізі үшін инфраструктура, яғни компьютерлардың техникалық мүмкіндігі де өте жақсы болу керек. Егер осының бәрі шарттар нетіп жатса, ол жерде идея былай. Енді қаңтар, наурыз негізгі деп бөлінбейді. Бір мерзімде мысалы айтылады, 1 қазаннан бастап 30 маусымға дейінгі аралықта кез келген уақытта тапсыра аласыңдар балалар. Міне осыншама орталықтарда және барлық сертификаттарыңыз грант конкурсына жарамды болады. Көрдіңіз бе? Тек қана жазғы емес. Сол кезде не болады? Сол кезде балаға бұл психологиялық тұрғыдан өте жеңіл болады. Еркіндік беріледі. Және бала өзінің бейінді пәндердің комбинациясын ауыстырады. Мысалы мен бірінші мүмкіндігінде барып математика, физика тапсырсам, екінші мүмкіндігінде барып, может быть, география, математика тапсырам деген сияқты. Балаға психологиялық тұрғыдан өте керемет бұл жер. Бірақ бұл үшін атқарылатын біраз әрине жұмыстар бар. Бірақ бұл мақсат ретінде қойылып отыр. Солай де. Солай. Ұлттық тестілеуде жүйесіне қатысатын жалпы оқушылар тарапынан, талапкерлер тарапынан бір жиі қойылатын сұрақтар бар екен. Ұлттық тестілеу жүйесінің, ұлттық тестілеу орталығының баспасөз қызметіндегі әріптестеріме хабарласып сұрағам, қандай сұрақтар жиі қойыла береді деп. Сол кезде ең жиі қойылатын сұрақтардың бірі, енді тестілеуді 2 рет тапсырсам бола ма, қайта тапсырғанда бейінді пәндер өзгере ме, сосын грантқа өту балы қандай деген сияқтарды жиі қоя береді екен. Ол сұрақтарға жауап беріледі әрине, әлеуметтік желілерде болсын, өздеріңіз де шығып айтып жүрсіздер. Бірақ неге қойыла береді осы сұрақтар? Тағы да бір соған бір жауап бере кетсек. Бізде бұның ең басты проблемасы жаңа айттық қой, кәсіби бағдарлау ғой. Компьютерлік формат енгізілгеннен кейін осындай мүмкіндік беріліп отыр. Шектеулер алынып тасталды. Енді грантқа түсу балы дейді. Балалардың көп сұрайтын. Ағай, мысалы жаңа мен айтып отырмын, мысалы математика мұғалімдігіне 2023 жылы минималды балл грантқа 125 болды деп. Негізінде министрлік тарапынан шекті балдар қойылады. Мысалы ұбт-ның жалпы шекті балы 140-тан 50 балл дейді. Бұл 50 балл деген нені білдіреді? 50 балл деген егер бір талапкер министрлік тарапынан бекітілген шекті балдан төмен алған жағдайда, ол сол бағытта ақылы негізде де оқи алмайды дегенді білдіреді. Мысалы бала 49 балл алып қалды, ол оқи алмайды ақылы. Мына медициналық бағыттар бізде, денсаулық сақтау бағыты 70 мысалы. Педагогикалық пен құқық бағыты 75.
бірақ бұл жерде маңызды бір мәселені ескеру керек. Мен оны да осы эфирді пайдаланып айта кеткім келеді. Мысалы дейік, бір бала негізгі ұбт-ны тапсырды, шекті балл ала алмады, мысалы 49 балл алып қалды. Бала не істейді? Тамызда ана оқу жылы басталмай тұрып мүмкіндік беріледі оған. Қараңыз, тамызда тағы да бір рет кіре алады. Егер ақыл оқитын болса. Қараңыз, тамызда кірді, шекті балл ала алмады, құлап қалды тағы да. Бұл жерде көп ойлайды ғой, жаңағы болды енді келесі жылды күту, олай емес. Бала құжатын алады, жоғарғы оқу орнының қабылдау комиссиясына барып, ол алдын ала көп жоғарғы орыннан негізінде қабылдайды. Сол өзінің ақылы оқығысы келген мамандыққа ақылы бірақ платында шартты негізде тіркеледі бірінші курсының студенті болып. Шарт қандай? Балы жетпей тұрса да. Балы жетпей тұрса да. 2000 келесі жылда басында болатын қаңтар ұбт-да шекті балды алып беру керек деген шартпен. Ол жарты жыл оқып, кәдімгі студент болады, сессиясын бәрін тапсырады. Қаңтарда ұбт-ға кіреді. Шекті балды жинай алмай қалды, не болады? Тағы келесі мүмкіндік, Наурыздағы ұбт-ға кіреді. Наурызда ұбт-дан құлады, жазда өтетін негізгі ұбт-ның 2 мүмкіндігін тапсыруға мүмкіндік беріледі. Оған дейін оқи береді. Оқи береді, бірінші курс студенті болып жүр. Ана 2 мүмкіндіктен де ала алмады, не болады? Тамызда ең соңғы рет бірінші курстың екінші курс басталмай тұрып, тамыздағы ұбт-ны тапсырады. Құласа оқудан шығарылады, егер құламаса бір жылын жоғалтпай оқуын жалғастырады. Сонда қараңызшы, егер негізгі ұбт-мен есептесек, енді жаңа қаңтар мен наурызда 11 сыныпта тапсырма деп қояйық, негізгі ұбт-мен есептесе, сонда 8 рет тапсыру мүмкіндігі не болып отыр ғой бала. Тіпті сұрақтар жаттап алуға болады ғой сол уақытта. Сондықтан тіпті бұл жерде Қазақстанда оқуға түсу емес, түспеудің өзі қиын сияқты негізінде, мына жүйеге қарасаңыз, ақылы негізде. Сондықтан соңғы жылдарда шын айту керек, яғни психологиялық тұрғыдан балаларға өте үлкен жеңілдік жасалды. Яғни ұбт-ның 5 рет өткізілуі, грант ұбт-ға 2 рет болуы, электронды формат қойтуы. Бұрындар есіңізде ме? Нәтижесін көре алмайтын балалар. Қазіргі кезде сіз бала тестілеуді аяқтаған басқан кезде экранда нәтижесі шығады. Және жеке кабинетіне сертификаты барады. Бұған оқушылардың өздері қалай қарайды? Ата-аналар? Әрине, бұл үлкен жеңілдік балаларға. Өте үлкен жеңілдік. Тіпті жаңа айтып отырмын ғой, рейтинг жоқ дедім ғой. Себебі баланың нәтижесін мектеп көре алмайды. Баланың нәтижесін бала өзі ғана көреді. Енді өзі апарып бермесе, айтпаса, негізінде бірақ бәрібір енді мектептер өзінің қанша оқушысы оқуға түскенін, қаншасы грантқа түскенін, грантқа түскен, бірақ өкінішке қарай қазақтың жақсы бір сөзі бар, ауруға әдет қалмайды деген принциппен осы уақытқа дейін әрбір баладан алып жинайтын мектептер бар. Енді осы ұбт-да көп жүйе барлығы автоматтандырылып жатыр қазір, бейнекамералар барлығы қойылып жатыр. Бірақ бәрібір бұрынғы әдеттеріне салып, тамыр іздеп, орнына бір адамдар кіргізіп, болмаса жаңағы пара беріп, жол іздеп, басқа жол іздейтіндер әлі де бар ғой, ондайлар көп анықтала ма қазір? Бар, бірақ азайды. Бұны айта кету керек, азайды. Енді толығымен жойылып кетті деп айтқан ол енді дұрыс болмайды. Бар. Енді көрдіңіз бе, бұрынғы қағаз формат болған кезде біріншіден ол жерде жаңа айттық қой, нелер көп еді. Рисктер көп болды ма? Бәс өте жоғары еді. Жаңағы рейтингі бар, алтын белгісі бар, бәрі. Қазіргі кезде бала мектепте өзінің мемлекеттік емтихан тапсырады, алтын белгісін алады, бірақ ұбт-ға келгенде мен бір қызық бір мәлімет айтқым келеді. Мысалы 2020 жылы ұбт-да маңызды бір норматив норма қабылданды. Ол қалай 2020 жылға дейін егер талапкер өзімен бірге тыйым салынған затты алып келсе, мысалы кіреберісте анықтады, оның тыйым салынған заты онан алынады, бірақ баланы ұбт-ға кіргізе берген. 2019 жылы ол норма қабылданбай тұрып, соңғы 2019 жылы 102 мыңға жуық талапкер ұбт тапсырған екен. Және олардан ресми ұсталғандары бұл. Ресми тартылып алынған тыйым салынған заттың саны 128 мың. Бұл ресми статистика біздің қолымыздағы. Ал өткен жылы 2023 жылы 162 мың талапкер 2 мүмкіндікті ескерсек 290 мың рет ұбт тапсырылды. Ал тартылып алынған тыйым салынған заттың саны 327. 400 есе азайғанда қараңызшы сонда. Бірақ бұл жерде әрине соңғы жылдарда жасалған реформалар, маңызды істер бұл жалпы ұбт-ға деген талапкерлердің сенімін алып келді. Мен өз біліммен тапсыра аламын. Көбінесе көшіруге кім барады? Өзіне сенімді болмаған адам барады.
қазіргі кезде бірақ ұбт-ның форматының ауысуы мына көшірудің форматының да ауысуына себепті. Бұрынғы кезде басты проблемалар не болатын? Бұл шпаргалка, телефон, одан кейін наушник пен микро құлаққаптар мен микрокамералар пайда бола бастады бір кездер. Қазір оның бәрін анықтауға болады. Мына соңғы жылдарда ең басты қауіпті былайша айтқанда ереже бұзушылық бұл үшінші тұлғалардың тестілеу жүйесіне шабуыл жасау, яғни хакерлік атакалар. Тестілеудің жүйесіне кіріп, соны бұзып, сол жерде отырған балаға көмектеседі. Себебі кейбір кезде балалар торда компьютер арқылы көмектеседі екен. Бала кіреді тек қана былай отырады екен, жаңа тінтібірі, мышкасы өзі жүгіріп жүріп, орнына жауап береді екен сияқты. Осыны бұндай фактілер бар. Бұл жөнінен енді ұлттық тестілеу орталығы соған жауапты құзыретті мекемелермен өте тығыз жұмыс істелді, және жұмыс істеп те келе жатыр. Тіпті бірнеше жаңалықтарға да шықты. Мына соңғысы өткенде Өскеменде 2 адам Өскемен, сотталды. Қызылордада болды, Ақтөбеде болды сотталғандар. Әрине, бірақ бұрынғыдай жоқ, бұны айта кету. Енді бұл жерде екінші мәселен мен сізге айтайыншы, қаңғышы. Жаңағы хакерларды олар тегін істемейді ғой. Оларда былайша айтқанда арзан емес қой енді. Қанша дейді енді? Әртүрлі бағалар. Мен айтайын деп отырған маңызды бір мәселеге келейін деп отырмын да. Баланың ең басты істейтін бір ереже бұзушылығы, ол көп болса шпаргалка алып беруге тырысады. Немесе телефон алып. Бірақ хакерді жалдап, мұғалімдерді жалдап істейтін кім? Өкінішке қарай. Ата-ана. Ата-ана. Мына өткен жылы қазіргі кезде тағы да бір жүйе бар. Қараң, бізде мына цифрландырудың қандай бізге тағы мына жүйеге жалпы қандай бір пайдасы болды? Постмониторинг бар қазіргі кезде. Ұлттық тестілеу орталығы 2022 жылы 25 тамызға дейін, өткен жылы ұзартылды, 30 қазанға дейін бүкіл видео жазбаларды қарап шығады. Видео жазба қаралады, соны лог қаралады. Лог деген ол цифрлық сан. Компьютерға бөтен біреулер қосылды ма? Соны ақпараттық қауіпсіздікке жауапты мамандар тексереді. 2023 жылы біріншілікте 153 талапкердің нәтижесі жоқ. Олар сентябрьда бірінші курсқа түскен, грант ұтып алған дарда бар. 153 талапкердің нәтижесі жойылды қыркүйекте. Сол 153 талапкердің 137-сі мемлекеттік грант иегері болған. Олардың гранты тартылып алып, одан кейінгі балаға жіберді. Кейіннен тағы да 60 адамның нәтижесі жойылды. 2024 жылы 80 сол слай. УБТ-дан кейінгі тексеру нәтижесі бойынша 80 баланың нәтижесі жойылды. Оның 70-сі мемлекеттік грант иегері. Мен сізге айтайын, сіз мысалы осы медиа саласында жүрсіз ғой. Қанша баланың солай нәтижесі жойылды, бірақ бірде-біреуі ешқашан не шығармайды. Шу көтермейді. Неге? Себебі олар кінәлі. Болғаннан кейін олар дауыс көтермейді. Бұл да өте, бұл жерде енді қоғамда айтылатын ең басты сын, неге оқу жылы басталмай тұрып сендер сол жұмысты неге ұзақ қаралады? Неге ұзақ? Себебі ол жерде көлемі өте үлкен. Мысалы биылғы жылы қателеспесем 188 мың талапкер УБТ тапсырып жатыр. Оның бәрін адамдар қарайды ғой, әлде ол жерде автоматтандырылған? Соңғы нүктесін адам қояды, бірақ бастап кезде арнайы программа бар, жасанды интеллектпен толығымен нелерді анықтап, содан кейін комиссияның алдына алып келінеді, күмәнділер. Сол комиссияның шешімімен нәтижелер жойылады. Нәтижені жою да оңай нәрсе емес. Ол нәтижені жою алып, мына бала көшіреді, ол комиссияда толығымен қаралады, оны министрліктің ортақ комиссия шешімімен олардың нәтижесі жойылады. Ол жерде позиция қандай? Сотқа дайындалғандай процесс жүргізіледі. Сотқа бармайды бірақ, болды. 2023 жылы 2 факт болды сондай. Бірақ ана дауласса дауласты. Келіспесе сотқа барады. Сотқа барды 2. То есть жаңа айттым ғой, 210 бала нәтижесі жойылды. Соның 2-і сотқа барды, біреуі қалалық деңгейде ұтылып қалды, біреуі жоғарғы сотқа дейін барды. Бірақ министрліктің позициясы дұрыс болып, сот оны қабылдаған жоқ. Енді бұл жерде, яғни грант үшін жампида деп таласқа түскен кезде, жаңа өзіңіз айтқандай, ата-аналар араласқаннан кейін, жаңа осы уақытқа дейінгі шулы дүниелер болғаннан кейін, оқуға түсіру үшін біреу көмектесетін адамдарға, болмаса осы тестілеу орталығының қызметкерлеріне, болмаса осы маңайда жүрген адамдарға пара беруге тырысады. Олардың енді бір белгілі бір сомасы бар ма? Қанша? Енді мен әртүрлі. Біздің енді
естуіміз бойынша, себебі бұл жерде құзыретті мекемелерде айттым ғой жаңа өте тығыз қауіпсіздік комитетімен өте тығыз жұмыс істелді. Себебі әрқашанда бір маңызды бір мәселе айтамын, бұл мекеме енді еншілес мекеме ғой министрлікке, ол ұлттық тестілеу орталығы ғой, ұлттық тергеу орталығы емес деймін де. Себебі ол жерде анықтайды, одан кейін құзыретті мекемеге беріледі. Енді бір жарым екіге дейін шығатын кездер бар өңірлерге байланысты. Миллион. Иә. Бір балаға. Ал өзіңізге осындай маған көмектесші, баламды өткізіп жіберші деп бір ұсынған жағдайлар болды ма? Қызметім барысында жаңағыдай пара ұсынған емес. Бірақ өтініш те жасалынады. Бірақ бұл жерде бір жақсысы, мен енді екі ол кезде мен келген кезде білім және ғылым министрі болды, кейіннен ғылым және жоғары білім министрі болды. Екі министрде бұл жерде министрлердің позициясы өте маңызды. Өте маңызды. Сіз қаншалықты белгілі бір жүйе ұлттық тестілеу орталығы деп жатсаңыз да, жоғарыда тұрған басшылардың адал болып сол позицияны берік ұстанулары өте маңызды. Мен бұл жөнінен сол кезде екі министрға да, қазіргі кездегі Саясат Нұрбекұлына да, сол кезде Асхат Қанатұлына да ерекше алғысымды білдіргім келеді. Бұл кісілер сол академиялық адалдықты қамтамасыз етуде бірде-бір сөздерінен және істеген әрекеттерінен жасан қадамдарынан тайған емес. Бұл себеп өте маңызды. Бірақ енді оны ашық айтамын, маған ұсынған болған жоқ, бірақ өтініштермен келетін кездер болды. Біз ол кезде нақты айтамыз, жоқ деп. Бірақ бір бала нәтижесін жойғанда маған кеп енді былай қалай дейміз? Жаман қорқыту дейміз ба, сес көрсету болды. 2022 жылы 139 алған бір бала нәтижесі жойылды. Ол кезде Қазақстанда 3 бала 139 алған болатын. Соның үшеуінде нәтижесі жойылды. Себебі орда факт болды, анықтадық. Нәтижесі жоғында сол кезде келіп бір неге жойылды қоқанлық көрсетіп, тіпті ол жерде қоқанлық көрсеткенде сіз өзіңіздің креслоңыздан айырылып қаламын деп қорықпайсыз ба дегенге де мен айтып, жоқ, біз қорықпаймыз. Егер енді ұлттық тестілеу орталығы деген ол қиын бір жер ғой. Мен айттым, ол кезде сөйлесіп отырған айттым, егер шығып айтсаңыздар мені босатсын деп. Мен қазір кетуге дайынмын. Себебі енді ол жерге анау келгенде онда қандай қызметке келе жатқанымызды білдік қой біз. Қандай қызметке келе жатқанымыз, қандай қиындықтарға тап болатынын біле тұра келдік. Және тағы да айтам, бұл жерде жалпы сол жерде бірге жұмыс істеген әріптестеріме, жалпы министрліктегі біздің басшылық, әсіресе екі де жаңа айтқанда бұрынғы экс-министр мен қазіргі министрға ерекше мен шынында да алғысымды білдіремін, және ерекше атап өткім келеді жаңағы мәселе. Осындай нәтижелері жойылған, осындай теріс қылықтарға барған жағдайлар қай өңірлерде көбіне тіркеледі? Мен бұндайды көбінесе айтпауға тырысамыз. Себебі бұл жерде бір бөліп жарып, мына өңір деп айтқан мен ойлаймын, біріншіден дұрыс болмайды. Екіншіден біздің қоғамда кейбір дұрыс емес түсініктерге себеп болуы мүмкін. Тіпті рейтингтер жоқ қой, жаңа да айттым. Біз бір өңірді белгілемейміз. Өптен бұны айтпаған дұрыс деп ойлаймын. Түсінікті. Енді қазір тапсырып жатыр балалар, ұлттық бірыңғай тестілеуді негізгісін. Жоғары балл алып жатқан балалар бар екен, естіп жатырмыз. Өзгеріп отыр ма? Жыл сайын көрсеткіш жақсарып келе жатыр ма сапа? Сапа жақсарып келе жатыр, бірақ бұл жерде бір мәселені ескеру керек. Пандемия негізінде қатты балаларға әсер етті. Оның әрі плюсы болды, әрі минусы болды. Минусы қандай болды? Пандемиядан кейін біраз ұбт нәтижесі төмендеді. Шекті балды өте алмағандардың балының саны өте көп болды. Бұл жылдан жылға өсіп келе жатыр, жақсарып келе жатыр. Себебі бұның пандемия, себебі 2021-де тапсырған балалар, олар пандемияда 11 сыныпта онлайн оқыған балалар ғой. Бірақ сол кездегі онлайнның бір плюсы, сол пандемияны, қазіргі кезде біз қазір онлайнға үйреніп қалдық қой, зумға үйрендік мысалы. Қазіргі кезде кез келген жиналысты зум арқылы өткізетін болдық. Кез келген кездесуді зуммен өте ыңғайлы. Өте ыңғайлы. Біз етіміз үйренді, санамыз үйренді. Сондықтан ауылдың балалары қазіргі кезде онлайн өткізетін арнайы курстар пайда болды. Бұрын тек қана офлайн еді ғой курстар. Сол онлайн дайындық өткізетін курстардың олардың да бағалары жаңағы салыстырмалы түрде офлайн қарағанда арзандау болады. Себебі ол жерде арендасы жоқ. Шығындар жоқ. Кейбір шығындар жоқ. Сондықтан сол онлайн курстарға балалардың санасы жаңа үйренгеннен кейін көрсеткіштің жақсаруына ол да бір фактор ретінде әсер етіп отыр. Онлайн курстардың да пайда болды. Ауылдың енді осы жерде ауылдың
балаларының ауылдық жерлерде оқитын оқушылардың білім сапасын жақсарған байқала ма қазір? Өзгеріс бар ма? УБТ-да байқалады. Енді керемет бір не жоқ. Әрине қала мектептерінің деңгейі ауыл мектептеріне қарағанда жоғары. Мен бұл жерде меніңше маңызды бір мәселені айта кетейін. Біз енді көбінесе жаңа әрқашанда былай рейтингтарға, сандарға жақсымыз ғой. Мысалы, өткен жылы УБТ-ның орташа балы 83 болды. Орташа бал. Енді бұл жыл сайын өсіп келе жатыр ғой. Бірақ бұл жерде мен біраз тереңдеу аналитика жасау керек. Біз бал жақсы әрине. Айтамыз, өткен жыл 67 болды, 73 болды, міне биылғы жыл 83 болды деп. Бірақ негізінде қарасаңыз, ол бал 83 деген, 70 деген ол толыққанды бір көрсеткіш емес. Сол себепті 2022 жылы ұлттық тестілеу орталығында маңызды бір, мен ойлаймын, оның әлі толыққанды білім беру жүйесі және қоғам тарапынан бағасы берілмеген, бірақ бір 2 жылдан кейін ба оның бір бағасы берілетін маңызды бір жоба болса, бұл тақырыптық талдау деген. Тематический анализ. Бүкіл УБТ-да кездесетін базасындағы сұрақтардың бәрі, олардың бәрі белгілі бір тақырыппен, бізде тех спецификация бар ғой. Бекітіледі, мысалы, қай сұрақ, қай тақырыптардан, қай оқулықтан алынады, бәрі жазылады. Сол бүкіл сұрақтарды кодталды. Қазір кезде бала УБТ-ға кіріп тапсырып, тестілеуді аяқтауды басқан кезде, оның жеке кабинетте оған қай тақырыптар мен қай тақырыптардан сұрақ келді, және ол оған қаншалықты дұрыс немесе бұрыс жауап беріп шығады. Бұл баланікі ғой. Одан кейін сіз тура сондай бір нәтиже. Біз айтамыз ғой. Мысалы деп айтамыз. Біздің балаларымыз математикасы төмен дейміз. Сіз бұл төмен деуді бір бағалау деп ойлайсыз ба? Мен ойымша жоқ. Бұл жерде тек қана бағасы. Бұл деген сөз былай ғой, мысалы, бір адам дәрігерге айтады, дәрігер айтады, сіз аурусыз дейді. Аурумын да, бірақ мен қай жерім ауырады? Сол сияқты ғой, мен математика төмен дейсіздер, жаман дейсіздер. Бірақ математиканың қай тақырыбы менде төмен? Осы мына тақырыптық талдау қазір кезде мектеп деңгейінде, аудан деңгейінде, облыс деңгейінде, республика деңгейінде УБТ-ның нәтижесі бойынша осындай тақырыптық талдауды көруге болады. Толығымен мысалы математикадан. Мысалы біз өткен жылы қарағанда мына балалардың ең төмен тақырыптарының бірі математиканың ол метрикалық салыстыру екен, метрические сравнения деген тақырып бар екен. Мысалы тригонометрическое уравнение деген тақырып. Мен осы қысқаша бір не айта кетейін. Мысалы тригонометриялық теңсіздіктер өте қиын тақырыптардың бірі екен. Сондықтан біз одан кейін қарадық та, бұл тригонометрическое уравнение ол қай сыныпта өтіледі? Оның бәрі шығып тұрады компьютерде. Қай жерден салынған? Ол 10-шы сыныптың 2-ші 90-да өтілетін тақырып екен. Енді қараңызшы, 2-ші 90 қандай 90? Қысқа, иә. Қысқа, мерекеге толы, жаңа жыл қарсаны. Яғни баланың да, мұғалімнің да фокусы, назары толыққанды болмайтын бір неде. И сондай маңызды бір тақырып, ол негізінде спиральный ғой біздегі. Ол жаңағы төменгі сыныптарда өтіледі, бірақ негізгісі 10-шы сыныпта өтіледі екен. Сондай маңызды бір тақырып негізінде 2-ші 90-да тұрмау керек. Ол не 1-ші 90-да тұру керек, не 3-ші. Осының бәрін шығарып жатыр. Және бұл аналитиканың ең басты бір плюсын айтатын, ол автоматтандырылған. Оны бүйтіп отырып адам есептеп шығармайды. Бала тестілеуді аяқтауды басқан кезде облыстың басшысы, мына жақта отырған республиканың басшысының бәрі сол сәтте аналитика жаңартылып көз алдына шығып отыр. Анализ жақсы, енді ол нәтижені алдық. Енді оны іске асыру ол бойынша да тапсырма бар. Қазір кезде облыстық білім беру басқармаларына сол жүйеге, дэшбордқа доступ берілді. Олар оны кіре алады, бүкіл аналитиканы көре алады, сол жерден бүкіл мәселені етіп, сол бағытта да қазір жұмыс жүріп жатыр. Тығыз ұлттық тестілеу орталығы білім басқармаларымен, бұл да үкіметтің басшысының орынбасарының арнайы тапсырмасының аясында осы да жүзеге асырылып жатыр. Тезірек қолданысқа енгізіліп, бір нәтижесін бергенін тілейміз. Енді гранттарға келсек, енді қазір балалардың бәрі тапсырып жатқан бар үміті грантқа ілігу, балаларға немесе ата-аналардың артында тұрған барлығының үміті. Қанша грант бөлінді биыл? Бакалавриат бағытына енді қазір талапкерді ерекше қызықтыратын 78 мыңнан астам грант бөлінді. Бұлардың әрине басым бөлігі 19 мыңнан астамы бұл инженерлік бағыт. Одан кейінгі
13.937 ғой деймін, 737, яғни 14 мыңға жуығы педагогикалық бағыт, және 10 мыңнан астамы бұл ақпараттық коммуникация, яғни IT саласына бөлінеді. Негізгі гранттың басым бөлігі осы негізі 3 сала. 19 мыңға жуығы бұл инженерлік, екінші орында 14 мыңға жуығы педагогикалық бағыт, және 10 мыңнан астамы бұл IT саласына бөлініп отыр қазіргі кезде. Жыл сайын сол осы техникалық салаға, IT саласына гранттар көбейіп келе жатыр, жыл сайын бөлініп жатыр. Онымен мамандардың бір артық дайындап қоймаймыз ба? Бұл жерде маңызды бір мәселе бар. Енді көбі негізінде былай ойлайды, бұл гранттардың толығымен санын белгілеумен ғылым және жоғары білім министрлігі айналысады деп. Негізі олай емес. Бұл әр салаға жауапты ведомстволық министрлік белгілейді, нарықты зерттейді. Соған қарай мысалы оқу ағарту министрлігі мұғалімдердің қанша жалпы орта білім саласына мұғалім керек екен, олар аналитиканы жасап, еңбекпен қамту министрлігімен бірге үйлесіп белгіленеді. Әрине бізде мынандай бір маңызды бір мәселе бар, қараңыз. Бізде айтады, инженерлік мамандықтардың гранттарын жыл сайын игерілмей қалады. Кейбір бағыттар, бәрі емес, кейбір бағыттар игерілмей қалады. Неге оған жыл сайын грант бөліне береді деп? Ол жерде енді ондай инженер мамандар қажет. Мысалы мен сізге мысалы мына суды пайдалану деген бар бізде, суды пайдалану және бұру деген мамандық бар. Ол қазіргі кезде мына грантқа түсушілердің орташа балы ең төмен болып тұрған мамандықтардың бірі. Бізде ең жоғары орташа бал стоматологияда 131 бал. Ал мына суды пайдалану және оны бұру деген мамандықтың орташа балы 55. Ол жерге 50 бал керек мамандығы. Енді ең керек дегенде бұл міне соңғы көз көрініс берді ғой. Биылғы жылы. Сондықтан мысалы су ирригация деген мамандық бар қазір, оның орташа балы 59. Бұл жерде мәселе, ондай мамандар керек біздің жалпы жүйеге. Бірақ ол салаға бала бармайды. Неге бармайды? Біріншіден ол туралы мамандық туралы жалпы хабардар емес. Екіншіден ол мамандықтың да сұранысқа ие болу шарт. Яғни сұранысқа ие болу деген ол жалақысы көбірек болу керек. Дұрыс айтасыз. Енді бұл бір жағынан жаңағы профориентация мәселесіне келеді. Сондықтан мен бұл жерде айтқым келіп отырғаны, профориентация бағыты бұл тек қана оқу ағарту министрлігімен, ғылым және жоғары білім министрлігімен, бұл басқа министрліктердің де мамандарымен бірлесе отыр. Бұл да қазіргі кезде мына қолға алынайын деп жатыр. Әр саланың мамандары да соны мамандықты түсіндіру жағынан болсын, бір роликтар түсіру. Мысалы кейбір балалар айтады, технолог дейді, бірақ ол ақпараттандыру жұмысы өте маңызды. Бірақ енді сол мамандығым болашағым жобасы бойынша қазір өңірлерде барлық жұмыс жүргізіліп жатыр ғой. Содан бір нәтиже шығып, сол таңдалған мамандықтар, қажетті мамандықтар енгізіліп жатыр ма қазір? Ол дұрыс айттыңыз, министрліктің үлкен бір жобасы ғой, мамандығым болашағым. Және оның ең басты бір несі, және өңірлік. Яғни өңірге бар, ол бағытта жұмыс жүріп жатыр. Маңғыстау облысында, Павлодар облысында, Қарағандыда, міне кеше ғана Ақтөбе облысында да сол басталайын деп жатыр. Ол процесс жүріп жатыр. Сол бойынша әр өңірдің өрде маңыздығы тек қана сол өңірге қажетті мамандарды ғана белгілеп қоймай, сол өңірде орналасқан жоғарғы оқу орнында бағдарламасын соған қарай бейімдеу мәселесі де бар. Ол да мүмкін. Енді қазір жоғарғы оқу орындары өздеріне ең үздік бітірген, жоғары балл жинаған, жақсы білімді студенттер тартқысы келеді. Осы уақытқа дейін енді көбіне осы тест тапсыратын кезде жоғарғы оқу орындарының кәсіби өздеріне тарту, профориентациялық жұмыстар жүргізілуші еді. Осыны ертерек бастау жағы қолға алынды ма? Және білуімше қазір шетелдік, бізде филиалдарын ашып жатқан шетелдік жоғарғы оқу орындары осы істі ерте бастап қолға алып жатыр. Осы жағы қалай? Оларға кімдер түсіп жатыр, қалай тартып жатыр? Бұл жерде маңызды мәселенің бірі, шынында да соңғы жылдарда біздің университеттерде бір ерекше бір серпіліс байқалады. Жалпы айтам, қоғам ретінде де сезіп жатқан шығарсыздар. Мына жақын арада мына президенттің 2022 жылы 11 қаңтардағы тапсырмасының аясында мақсатты гранттар бөлінген. Бұл мақсатты гранттар мына батыс өңірлері, сонымен қатар халық тығыз
қоныстанған және жаңадан құрылған облыстарға бөлініп отыр. Биылғы жылы 5000 грант бөлініп отыр. Оның 2000-і Маңғыстау өңіріне, 1200 Атырауға, қалған нелер мысалы 500-ге жоқ Абай облысы бар, Жетісу бар, Ұлытау бар. Ол бөлініп отыр. Бұл арнайы президенттің тапсырмасы аясында. Осы тапсырманы жүзеге асыру мақсатында 2 апта бұрын Маңғыстау мен Атырауда көрме өтті. Яғни 40-қа жуық жоғарғы оқу орны барып, ол жерде өздерінің сол өңірдің талапкерлеріне танысу өтті. Міне Құдай жетсе келесі апта осы серпін бағдарламасы аясында Түркістан облысында тоже сондай көрме ұйымдастырылайын деп отыр. Және ол көрменің ерекшелігі тек қана облыс орталығында емес, биылғы жылы ауданға дейін Сарыағашта, Жетісайда, Шардарада да осындай маңызды шаралар өтеді. Бұл маңызды. Енді бұл өте жақсы нәрсе. Яғни жоғарғы оқу орындарының арасында жаңа сіз айтқандай студенттерге талас басталды. Бұл нені арттырады? Бұл бәсекелестікті арттырады, бәсекелес сапаға әсер етеді тікелей. Бұл өте жақсы. Екінші маңызды мәселенің бірі, бізде жыл сайын оқу жылы басталғанда басты проблеманың бірі бұл Алматы мен Астанада бұл жатақхана тапшылығы жетіспеуі өте күрделі бір мәселе. Бұл жылдар бойы жүйелі бір түрде келе жатқан үлкен бір мәселе ғой. Бұл жөнінде де министрлік өзінің деңгейінде жаңағы әкімдіктермен қосымша нелерді жатақхана ашу мәселесін қарастырып жатыр. Келесі бір маңызды қадам, жаңа сіз атап өткен шетелдік жоғарғы оқу орындарының филиалдарын байқасаңыз соңғы жылдары Алматы мен Астанада емес, өңірдегі жоғарғы оқу орындарында ашып жатыр. Мысалы, мына солтүстік Петропавл қаласында американдық Аризона Стейт университетінің филиалы ашылып, биылғы жылы 3-ші жыл Құдай жетсе қатарынан студент қабылдайын деп жатыр. Ол жердегі ең маңызды нелердің бірі, сол жерде 2 диплом алып шығады, әрі Қозыбаев университетінің дипломын алады. Сонымен қатар жаңағы Аризона университетінде және 4-ші курста сол жаққа барып оқиды. Ақтөбеде Жұбанов университетінің базасында Хериот Уатт деген шотландиялық ең көне деп айтуға болады. Енді техникалық жоғары оқу орындарының бірі ашты. Оның енді тіпті сол Хериот Уаттың мүмкіндік өте керемет. Олардың 3 елде филиалы бар екен Қазақстаннан тыс. Бұл Малайзияда, Дубайда және Шотландияның өзінде. То есть жаңағы белгілі бір уақытын сол жақта Жұбановта оқып жүрген бала кейіннен осы 3 филиалдың біреуінде оқу мүмкіндігі. Яғни бағдарламасы бір. Сондықтан бұл шынында да Қазақстаннан тыс шықпай осы жерде жүріп шетелдік жоғарғы оқу орнында оқуға үлкен бір мүмкіндік жасалынып отыр. Яғни бұл жерде шетелдік жоғарғы оқу орындарының ашылған филиалдары біздің жоғарғы оқу орындарының бір серпіліс жасауына, бір кішкене қозғалуына түрткі болды ғой. Әрине әсер етеді. Әрине түрткі болды. Бірақ ол жерде оқып жатқан талапкерлердің де білімі де өте жақсы болу керек. Себебі біріншіден ол жерде білім шетелдік болғанда әрине ағылшын тілінде беріледі. Сондықтан олардың да талаптары бар. IELTS-тан 5 overall 5-тен мысалы төмен болмау керек. Және сонымен қатар олар өздерінде емтихандарын өткізіп жатыр. Бұл жерде ең маңыздысы бұл ақпараттандыру. Яғни бұл біздің Қазақстанда осындай мүмкіндіктердің жасалынып жатқандығы мемлекет тарапынан жалпы мына ата-анаға дейін жеткізу әсіресе өте маңызды. Бала және ата-анаға дейін. Сондықтан мына көрмелердің ұйымдастырылуы, нелердің бәрі осы мақсатта өткізіліп жатыр ғой. Көп па келетін адамдар? Ата-аналар, оқушылар көрмеге ма? Көрмеге. Енді Маңғыстауда 7000-ға жуық адам қатысты көрмеге. Не істейді ол жерде жоғарғы оқу орындары? Бұл жерде былай, биылғы жылы көрме өткізілді, сонымен қатар арнайы семинарлар өтілді. Тек қана балалар келіп бүйтіп жаңа 40 жоғарғы оқу орнын бүйтіп қана аралап өткен жоқ. Ол жерде арнайы мамандар шақырылды, профориентаторлар шақырылды, мамандықты қалай таңдау керек, бетпе-бет жүздесу, тіпті арнайы мынандай секциялар болды. Мына Қазақстанда осы мына УБТ саласында майталман мамандар өз пәндері бойынша солар шақырылып, сол жерде тіпті ашық шоу сабақтар да өткізілді. Себебі УБТ-ның қарсаңында балалар УБТ тапсырып жатыр. Кейбір сұрақтар болуы мүмкін. Себебі бұл жерде маңызды мақсат, бұл мамандар өте қолжетімді мамандар ғой. Балалар оларды мүмкін интернеттен көреді, инстаграмнан көреді. Солармен келісіп біз сол өңірлерге де апарып, оларға да сабақ бердік. Және арнайы ата-аналарға семинар өткіздік. Кәдімгі ата-аналарды жинап алып, актовый залға, үлкен залға ата-аналарды отырғызып, оларға да мына гранттар, себебі көп жағдайда біз ата-ана білмейді. Тіпті мен сізге айтайын, кейбір ата-аналар УБТ-ның
да осындай қосымша қолайлы жағдайлар жасап жатқаннан да хабардар емес. Білмейді. Білмейді. Себебі бізде психология қандай көп оқушыларда. Баланың психологиясы өзінің қаншалықты жағдайын қиындатса, соншалықты ата анасы аяйды ғой. Соншалықты назар көбірек болады. Содан кейбір балалар айтпайды. Мен сізге енді өз өмірімнен бір мысал айтайын. Бір жолдас жігіт өткен жылы маған хабарласады. Айтады: Рәке дейді, ұбт-ны 2 рет тапсыратын болған ба не дейді. Мен айтамын: иә. Мынау ұл отыр дейді. Айтады: бүгін ұбт тапсырып келдім деп дейді. Бұл рас тапсырып келді ме, өтірік тапсырып келді ме? ұбт біз неге бармадық дейді. Баласы айтқан ғой, айтқан ғой: папа сен бармайсың. Себебі қазір ешкімнің ата анасы келмейді уже. Тек қана ауылдан келген балалар ата анасы алып келеді. Қазірге ешбір ата анасы жоқ. Өзім кіріп, өзім тапсырамын. Енді мынау екіншісі бар дейді. Рас айтып отыр ма? Сонда қарасаңыз, енді ол қатты бір 60-50 жастағы адам емес қой. Жас, бірақ соның өзінен хабардар емес. Сондықтан бұл жердегі маңызды мәселенің бірі, бұл тек қана мамандық емес. Қарапайым өзіміздің осы ұбт-да болып жатқан өзгерістерден ата-аналарымыз көп жағдайда кейбірде қалыс қалып жатады. Енді ұрсамыз тағы бір өзекті бір мәселе. Енді осы жоғары балл жинағандар грантқа түседі, жақсы оқысын, грант өз елімізде қалады. Енді сол ент-дан құлағандар, балл жинай алмай қалған балалар, олар не істейді? Қайда барып оқиды? Жарайды, ақылға түсер. Бірақ өкінішке орай шетелге кетіп жатқандар да көп, басқа мемлекеттерге оқуға баруға мәжбүр болып жатқандар бар. Бекжан мырза, бұл жерде маңызды бір мәселені мен ойлаймын, бұны ашық түрде айту керек. Мысалы, біз айтамыз ғой, ұбт-дан құлап қалған бала шетелге кетті, бірақ шетелдің мықты университетіне кете алмайды. Бізде мынандай бір стереотип бар ғой, шетел десек ол керемет деп ойлаймыз да. Бұл жерде шетел дегенде көрші елдердің. Түсініп отырмын. Енді бұл жерде жаңағы ненің процесін айта кеттім. Айттым, жаңағы егер шекті балл жинай алмай қалса, тіпті егер ақылда оқиды, ары қарай мүмкіндіктері бар. Енді қазір 13 шілдемен негізінде 20 шілде аралығы грант конкурсы құжат қабылдау. Ол гранттың нәтижесі жарияланғаннан кейін кейбір балалар болады, балы жоғары болса да, мысалы, грантқа түсе алмай қалған. Сондай балаларға биылғы жылы бірінші рет сараланған грант деген, дифференцированный грант деген. Өткен жылдан бастап министр бұны айтып жүр. Биылғы жылы пилоттық жоба ретінде 2 бағытқа 300 грант бөлініп отыр. Бұл педагогикалық бағыт, соны әлеуметтік ғылымдар және журналистика саласына, шығармашылық саласына 150 грант бөлініп отыр. 300 грант 150 педагогикалыққа. Бұл сараланған грант дегеніміздің мақсаты, мысалы, жоғары балл алып, бірақ грантқа түсе алмаған балаларға бір мүмкіндік. Оларға мына биылғы жылы пилоттық жоба бойынша 50% несін ол мемлекет тарапынан балаға төленеді. Сонда мысалы биылғы жылы қосымша тағы 150 бала педагогикалық бағытқа және 150 бала журналистика мен әлеуметтік ғылымдар бағытында оқу ақысын 50% былайша мемлекет тарапынан не сияқты, ваучер сияқты беріліп, соған мүмкіндікке ие болады. Бұл пилоттық жоба ретінде негізделіп отыр. Екінші маңызды мәселе, әкімдіктердің гранттары бар бізде. Өте көп. Мысалы, мына Астана қаласының әкімдігі педагогикалық бағытқа өте көп грант бөлінеді. Бұл жергілікті атқарушы биліктің беріп отырған гранттар. Бұл мақсатты гранттар, өздеріне керек мамандар. Өздеріне керек. Бұл әкімдік гранттар деп аталады. Акиматовский грант дейді, әкімдік гранттар бар. Бұл тағы да бір қосымша бір мүмкіндік. Келесі маңызды нелердің бірі бұл Қазақстан халқына қоры. Өткен жылы 800-ден астам грант бөлді. Бірақ енді олардың гранттары көбінесе әлеуметтік аз қамтылған, ата-ананың қамқорлығынсыз қалған және де жеңілдігі бар адамдар. Сонда яғни мемлекеттік грантқа түсе алмаса, онда әкімдіктің гранты, ректордың гранты, Қазақстан халқына қорының гранты бар. Солардан оқи алады. Оны бірақ қай кезден бастап олар? Ол көбінесе, қыркүйектен бастап оқиды. Көбінесе әкімдік гранттарының барлығына құжат қабылдау, ол жерде де конкурс болады ғой. Өздері, бірақ ол үшін ұбт тапсыру қажет емес. Сол ұбт-дағы жинаған қатысады. Ол мына ненің грант конкурсының нәтижесі жарияланған кейін олар конкурс жариялайды өздері. Өткен жылы грант конкурсы 5 тамызда жарияланды. Сол 5 тамызда олар жариялайды да 15-не дейінгі аралықта нәтижесін көп жағдайда шығарады олар. Қабылдап үлгереді. Өткенде бір таныс әріптесіміз хабарласты. Баласы мақсатты түрде 11-ші класста шетелдің, Түркияның жоғарғы оқу орнына тапсырам деп соған дайындалған.
IELTS-ын жинаған, тіл үйренген деген сияқты. Таза соған ғана оқыған, соған жұмыс істеген, барлық оқу орындарына тапсырдық дейді, емтихандардың барлығына, бірақ ешқайсысынан жауап келмеді дейді. Енді біз не істерімізді білмей отырмыз. Шығармашылық емтихан тапсырып 30 балдан 20 ғана алдық. Журналистика саласына тапсырсам деп ойлап едік дейді, не істейміз деп отыр. Ондайлар көп пе? Ондайлар көп деп айта алмаймын. Ондай көп емес, бірақ бұл жерде бұл жыл сайын ең басты істелінетін бір қателік. Мен әрқашанда бір лайфхак. Шетелге, шетелдік жоғарғы оқу орнына түсуге ниетті болған талапкер және ата-аналар міндетті түрде ұбт-ны тапсырып қою керек. Бұл қосымша бір подушка. Міндетті түрде болу керек. Жаңағыдай жағдайлар бар. Ой, мен шетелге барам дейді, бүкіл жерге несін жібереді, офферін жібереді, ешбіріне жауап келмейді. ұбт тапсырмайды. Ол бала ұбт тапсырмаса, ол енді грантқа үміткер бола алмайды. Ол бір жыл күту керек болады келесі жылы. Сондықтан бұл жерде тіпті ұбт-ны тапсырып қойса, тым болмағанда қолында бір сертификат бар. Мен бұл жерде шетелдік дегенде өткен жылы бір ата-ана келді қызымен ұлттық тестілеу орталығына. Қызы Гонконгтағы университетке түскен екен, инженерлік қателеспесем университетке. Бізден келіп грант ұбт-ның сертификатын сұрап отыр. Ана апелляцияға берген екен. Сонымен мен айтамын ғой, сіздерге шетелге бара жатырсыздар ғой, Гонконгқа бара жатырсыздар, ұбт-ның сертификаты не үшін қажет? Айтады, сол университетіміз ұбт-ның сертификатын сұрап отыр. Және 100 қателеспесем 20-дан ба 110-нан ба төмен болмау керек деп айтқан дейді. Бұл соңғы бір 2-3 жылда сол бірнеше сондай Гонконгтың университеттері, бұл да жаңағындай кез келген бір жаңағы өте қарапайым бір жоғарғы оқу орны емес, өте мықты техникалық Гонконгтың университеттен бірі ұбт-ның сертификатын сұраған екен. Бұл бір жағынан қуанарлық жағдай. Демек шетелдік біріншіден мына соңғы жылдарда жасалған істердің, жұмыстың бір жемісі ғой бұл. Бір сенімділік пайда болды ұбт-ға деген бір көрсеткіш ғой. Негізінен бірақ көбіне шетелдік жоғарғы оқу орындары олар пәндерден ортақ балын жинаған, емтиханда жинаған ортақ балын есептейді олар. Түсінікті. Енді тағы бір нәрсе, біздің мектеп түлектері ұбт тапсырады, ал колледж бітірген балалар болмаса былтыр бітіріп кеткендер, олар колледж бітірген қалай тапсырады? Студенттердің екі жолы бар. Бұл жерде былай, егер колледж бітірген талапкер өзінің бағытын жалғастыратын болса, өзінің колледжде оқып жатқан бағытын жалғастыратын болса, онда олар қысқартылған ұбт тапсырады. Қазіргі кезде КТА дейді ғой, кешенді тестілеу деген жоқ қазір. Бәрі ұбт тапсырады, олардікі қысқартылған ұбт дейді. Оларда мысалы 120 сұрақ емес, оларда 60 сұрақ, 20 сұрағы жалпы білімін беретін пәндерден бойынша, 40 сұрағы тікелей өзінің мамандығына қатысты. Бал 60 сұрақ, бірақ 70 бал. Оларда жаңа 2 балдық сұрақтар бар, 10 сұраға. Нетеді, оларда шекті бал 25, педагогикалық бағытқа 35. Қай кезде тапсырады? Олар осы балалармен бірге тапсырады. Осы 16 мамыр мен осы 5 шілде аралығында тапсырады. Тіркелу бір уақытта жүреді бәрінде. Бұрынғыдай бөлінбейді. Ал егер колледжде оқып жүрген студент, бітірген студент басқа бір бағытқа, мысалы, жаңа сіз айтқандай педагогты оқып жүріп, мысалы, заңгер болам деді, онда ол 5 пәнді кәдімгі ұбт-ны тапсырады. Бірақ егер колледжде оқып жүрген талапкер өзінің бағыты бойынша грантта оқымаймын, ақылы жалғастырам десе, ақылы оқитын болса, ол үшін ұбт тапсырудың қажеті жоқ. Онда ол барады да, сол жоғары оқу, бірақ ол жерде маңызды болғаны, ол білу керек. Сол жаңа жоғарғы оқу орнында оның бағдарламасы бар ма, бағыты. Егер болса, собеседованиеден өтіп, ақылы негізде жалғастырылады. Бірақ медициналық мамандықтар, университеттер оларға ақылы оқыса да, не оқыса да, олар ұбт-ны талап етеді. Түсінікті. Енді Рустам мырза, сұхбатымыздың соңында жалпы біздің бүкіл талапкерлерге, ұбт тапсыратын, болмаса жаңағы колледжден кейін бітірген түлектерге бір айтатын кеңестеріңіз бар ма? Емтиханға кірер кезде нені ескеру керек? Қандай қателіктерге жол бермеу керек? Ең біріншісі, енді бұны айту біраз оңай шығар. Тілмен айту оңай, енді қобалжымау керек қой. Стресс болмау керек.
Себебі психологиялық дайындықта ол өте маңызды. ұбт-ның алдында мысалы өте жақсы бәрін біліп тұрған бала қобалжып ұмытып кетуі де мүмкін. Сондықтан біріншіден қобалжымау керек. Yani өзіне тәуекел ету керек. Өзіне егер сенімді бол, екіншіден ешкімге сенбеу керек. Бір жерден көмек келеді, алады, мынау соткамды алып келсең көмектеседі ау деген сияқты емес. Әркім өзінің біліміне сеніп тапсыру керек. Екіншіден ең маңызды нелердің бірі, әрқашанда айтатынымыз, ұбт бұл өмірдің мәні де сән емес. Және соңғы нүктесі де емес. Yani жетістікке жету үшін міндетті түрде ұбт-дан жоғары балл алған адам өмірде міндетті түрде жетістікке жетеді, жаңағы ерекше тұлға болады деген бір заңдылық жоқ. Осыны ескеру керек. Түсінікті. Рахмет Руслан мырза, бізге келіп сұрақтарымызға жауап бергеніңізге көп рахмет айтамыз. Еңбегіңіз жемісті болсын. Ал енді қымбатты көрермен, бүгінгі ұбт тақырыбына, жалпы мынау мамандыққа баулу саласына қатысты, жоғарғы оқу орындарына түсуге қатысты сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Сол жерде біз және ұлттық тестілеу орталығының баспасөз қызметіндегі әріптестеріміз жауап беруге тырысады деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Аман болыңыздар.